удивительных мест. Это лучше всех, ты здесь. Я иду пешком, забываю куда. Мне приятно, что ты там. Ты мне угадать причину явлений. Следую тенью улицы, влюбленный в тебя. Димаш! Неге қайта көзіме көріне берсің? Сағындым сен. Димаш! Димаш! Құлағымнан кетті дейді ғой сенің атың. Сағындым сен, Димаш. Көзіме көріне бересің. Өмірде сендей артық тастап болмады ғой. Енді істеме. Құран оқып қою керек. Димаш! Сен оралдың ба? Мен есімде. Бұл сенің бір белгің ғой. Димаш! Тағы да бір көзіме көрінші. Мен сені сағындым, Димаш! Димаш! Sonra? Ne oldu benim? Братан, оған бұл уақытысында бір екі дос бар еді, сонымен қырылысқан. Соның бір досын өлтіріп қойған, ал екіншісі досы үшін кек қайтарам деп ініңізді осы ахуалға түсірген сол адам. Сол адамдар менің алдыма тізерледі. Түсіндір ма? Бар! Енді ойындамыр. Мен оны табамын. Бәрі дұрыс болады ма? Ойындама. Сен тұрма. Сен тұрма. Гері айнап кел. Тез. Тоқта. Уже тұра тұрайық. Өз келе жатыр. Осы тындырып тастаймыз ғой, түсіндің ма? Түсінді. Артынан зық еткізесің, осы жерде тындырып тастаймыз, түсіндің ма? Надоел, ана проблемасымен жүре беріп уже. 3 сәре жоқ қой, проблемасымен надоел. Осы тындырып тастаймыз, ана как раз наркоман братаным келетін болды, бар ғой. Шеге атасын әрі тындырып тастайыншы. Тоқта, қалай жағдай? Жақсы өзің қойсын. Сен сұрағалы бері жақсы? Именно сен сұраған кезде жақсы болып қалдың да мен. Есінде ма? Өмірді ұрған кезің. Енді соған жауап беретін кез келді. Ол қазір өлім аузында жатыр. Оның ағасы бар екен, білмедің ғой сен байқыз. Енді соның ағасы келді. Сенен кек қайтарады. Сол қазір сен шақырып жатыр. Бізді сол үшін жіберді. Так что, қазір бізбен кетуіңе тура келеді, бауырым. Барама мен? Қалай барамайсың мен?
Ne hatırlıyorum? Bizim ana bala kışımız yetmedi Devren. Kollarını tükeni. Gör demişim. Hey! Bak. Ne rahat değilsin sen bak. Ya ben. Ayta ver. Elnurt'tayısın mı? Sen Elnur'dan alsın ba? Bana bakanlar aytып et. Belki solay. Mening inimde urib ketsin. Осы ісің үшін жауап беретінін ұмытпа. Onu görüyor musun? Sen bir çoğudan sırap al. Ne bildir beni? Abdü kalacaksın. Dima. Yoo, sen kepsin o. Biz sen talay ret gördüm o bilesin ba? Саған қауіп төніп тұр брат. Қауіп? Қандай қауіп? Bu yerden tez ket брат. Көп бұла. Қойшы, кімдер көп? Білесің бар абды, бір нәрсе болса тез біз ұшып жүріп кетемін ғой. Өзімен өзі жүре адам уайымдама брат. Әзілсіз брат. Bu yerden tez қаш. Не үшін? Мен орды көрдім брат. Кімді? Кімді? Елнұр. Елнұр! Сентік. Сен пизде шығарсың менің тұратын. Дөрін, сен какой-то наркоман. Мен сияқты спортсменмен өзіңді салыстырма, түсіндің ба? Мен де осынша көп адам болса, похуй ғой кәдімгі любой нәрсе істей аламын. Sen çort менен паразым тұра алмайсың. Тұра аласың ба? Тұра аласың ба, паразым? Көт таштасың бар ғой сен же. Сен кім наркоман деп тұрсың? Смелек? Паразым ба? Шешінен қол. Gördün mü brat? Atmuruz bu. Кейде өзім тірліктеріме өзім шоқ болып қаламын же.
Ошондон сол көбүнесе осындай атмосфера болгондон регулярно. Сен кеткенде брат. Менин өмүрүм түбегейлі өзгөрдү. Сен кеткенде жаман жак өзгөрдү. Всегда төбелесем, өтірік бандиттер. Сол жол ұнап қалды маған негізі. Сол жолмен кетемін ғой, төбелес, район. Кеше ғана алған мына спартиктің қан қылдым мен. Бірақ черный лау, қара лау спартиктің көрдім ғой. Брат, бұл өмірде бандит болған жақсы шабды қарқын етіп түсінеміз. Отыр бандит, бәрі қатсы. Әжелеріміз, ата-анамыз біздің нетер болды. Бізге осындай. Я білемін ғой. Әжеміз, ата-анамыз бізге адал жолмен ақша тап, жақсы жүр, ешкімге зияның тимесін, ешкімнің алажымын аттама деп айтты. Бірақ мына өмір ондайға жол бермейді. Енді бір адал жолмен жүріп, жақсы бала боламын десең, өмірдегі андай өтірік бандит, арамқорлар, жемқорлар өте көп сені кәдімгідей өзгертті деген. Бұл өмір қиыншылықтан жалпы сондай. Осы мен құрметті достар, 3-ші сериясы бітті, осылай бітеді, короче. Негізі 3-ші серия соңында нандай болып біту керек. Әткен жүктер, кәні, кеттік. Ойнамайтам, бірақ ешқандай да ондай жаман жол емес. Ассалаумағалейкум достар. Дос сериалының 3-ші сериясы осымен бітті. 4-ші сериалы 70.000 подписчикке жеткенде шығатын болады. Күтіңіздер. И сосын Крам Продакшн каналына, Крам Продакшн командасына жаңадан бала келді. Осы құттықтап қойсаңыздар болады. Достар, осы көріп отқан адамның бәрі подписчик ететін болса ше. Біз уже 100 подписчикке 70 емес, 100 подписчикке жетіп қоятын. Сіздерге жай ғана бір кнопка, ал бізге ол үлкен мотивация. Достарыңызға жіберіп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Мана кетті.